Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрылғанына 30 жыл және 1 наурыз алғыс айту күніне орай ерекше мерекелік концерт өтті. Осы маңызды даталарға арналған шараға облыс әкімінің орынбасары Шахмардан Байманов, Қазақстан Халқы Ассамблеясының ардагерлері, этномәдени бірлестіктердің төрағалары мен мүшелері, қала тұрғындары қатысты. Концерт облыстық ассамблеяның 30 жылдығы жеткен жетістіктері мен осы уақыт аралығындағы ел дамуына қосқан үлесін бейнелейтін бейнероликпен басталды. Облыс әкімінің орынбасары Шахмардан Байманов жиналғандарға облыс әкімі, облыстық Қазақстан Халқы Ассамблеясының төрағасы Нұрлыбек Нәлібаевтың құттықтауын жеткізіп, ассамблеяның белсенділеріне аймақ басшысының алғыс хаттарын табыстады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Қазақстан Халқы Ассамблеясының 33-ші сессиясында мемлекеттік саясаттың басты өзегі және жалпыұлттық бірегейлікті нығайтатын негізгі фактор бірлік деп атап өтті. Бүгінгі мұсылмандар үшін қасиетті Рамазан айының басталуы көктемнің алғашқы күні алғыс айту күнімен сәйкес келуде еліміздегі этносаралық ынтымақтастықтың одан әрі дамытуына үлкен өзінің септігін тигізетін анық. Қазақстан Халқы Ассамблеясы бейбітшілік пен келісімнің қасиетті отанымызда өмір сүріп жатқан этностар достығының ең басты және берік іргетасы. Иванов Владимир Алексеевич марапатталды. Қызылорда облысының Левами еврей этномәдени бірлестігінің белсендісі. Мерекелік бағдарламада түрлі этнос өкілдері ұлттық киімдермен сахнаға шығып, бірлік пен достықты, ынтымақтастықты паш еткен әсерлі көріністері көпшіліктің көңілін көтерді. Барлық қазақстандықтарды, өзімнің жерлестерімді шын жүректен құттықтағым келеді. Биылғы алғыс айту күні Рамазанмен тұспа-тұс келіп жатыр. Бұл да өте үлкен маңыздылығы бар деп ойлаймын. Өйткені қасиетті Рамазан айында барлықтарына тілейтінім осы бойларыңыздағы асыл қасиеттеріңіз көп болсын, ізгі ниеттеріңіз көп болсын, игі бастамаларыңыз көп болсын дегім келеді. Және де биыл ассамблеяның 30 жылдығы кеңінен тойланып жатыр. Барлық осы ассамблея мүшелерін осы айтулы мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Сондай-ақ мерекелік концертте облыстық этномәдени бірлестіктердің шығармашылық ұжымдары өнер көрсетіп, көрермендерге ұмытылмас әсер қалдырды. Арайлым Кенжебек, Ержан Сүлейменов, Индира Раисова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.